Келіншек күлі солғанда. Айзат Рахыш. Тұмауға қарсы қарғыс тікенектері емдеседі. Сен халық медицинасына сенесің бе? Жүзін қалта телефонынан алып, бұған қамқорси көз тастаған Райкүлге қарап, Дариға мырс етті. Мен үшін ең бір сүйкімсіз саналатын сөзді айттың ғой. Сол қарғыс тікенектерін бала кезінен білемін, бірақ түрлі ауруға емекенін бірінші рет естіп отырмын. Әкеміз егістіктен келгенде балағына жабысқан қарғыс тікенектерін тазалаушы едік таласып. Ол да бір дәурен болатын. Бала кезін аңсай күрсінген Дариға орнынан шапшаң түрегеліп, дүкендегі жаңа тауарларын реттей бастады. Қарғыз екен, алайда оны қалада отырып қайдан табамыз? Райкүл әлі де бар назара телефонда. Дариғаға құрба болған соң ба, жұмысына да, жеке өміріне де тым еркін араласады. Сәл тұмауратқанға дәрі ішпеймін, деді Дариға қолындағы сәнді көйлекті манекенге кигізіп жатып. Бұдан да жас кезінде суық тигенде ауру деп есептемейтінмін. Жастық шақ ешкінің құйрығындай тым келте. 15-ке толып қызғалдақтай қылтия бастағанда 18-нен хабар келеді. Одан оқу деп арман қуамын деп жүріп 25-іңді өткізіп алдым. Тиынға қызмет етемін деп 30-ында дүкен аштым. Содан бері 10 жылдай уақыт зыр етіп қалыпты. Жастықтың жалынын маздатып, күйіп жанып ғашықта болып көрмедім. 40-тағы махаббат қиын болады деседі. Райкүлдің бұл сөзі Дариғаға ашық кекісін болып естілсе де, анау-мынауға бас көтермейтін ашу тұлпарына міне қоймады. Жер қозғалса да қозғалмайтын мінезіңдай осы. Тура нағашы әжеңнен аумайсың. Ол кісі ер мінезді еді. Қайсы бір азаматты қайыстырып жіберетін, өмір сынына төтеп беретін қайратты қандай еді, деп шешесі өз анасы туралы сыр айтар еді қызына. Сол нағашы әжесінің салмақты мінезі дарыған ба, әйел болып жеңіл сөздің құйрығына жабысып, шап ете қалуды білмейтін. Менің сыныптасым Санду есіңде ме? Естуімше сол эко-орталыққа барып, бала көтеріп алыпты. 40-қа келсе де бала тумақ ойы бар. Райкүлдің бұл әңгімесінің бет алысын түсінген не қойған Дариға оң шырай танытпай сөздің құйрығын шорт үзді. Жұмыс істейік, деді де есеп-қисапты тексеріп үнсіз отырып қалды. Топырақ мінезіңмен сені бұл өмірде бай алмас, деп елең еткізер әңгімесін кілт үзгеніне ренжіген Райкүл құрбысын іштей бір сыбап алып, жұмысын қамдай бастады. Қағаздарынан басын көтермеген Дариға әлде уақытта сыртқа жиналды. Райкүлге белгісіз жоспары бардай, әлде жігіт тауып алды ма деген қызғанышты ойлап ете түскенде Райкүлдің іші алай-дүлей болып кетті. Өз жайы өзіне белгілі болғандықтан бұл жан ахуалы Райкүлге сөкет көрінбейтін, түзелуге де тырыспайтын. Бұл сезім арпалысына қойған аты әйел қызғанышы. Ол әрбір әйелдің жүрек түкпірінде жүреді емес пе? Құрбысын, тіпті туған сіңлісін күндейтін әйел тек Райкүл ғана мекен. Осындай ойлармен өзін ақтап алатын келіншек бұл жолы да күншілдігін бидай өңіне жасырып қалды. Кейін айтам, деп шыға жөнелген Дариғаның соңынан қарап, едәуір тұрған Райкүлдің оның сымбатты мүсініне сұқтана қалды. Бірер жылда 40-тың қақпасын қағамын-ау деп тұрған құрбысы жоқ. Талдырмаш денелі, жылдар жылжыса да кейбір әйелдердей денесіне май жиналмады. Ортада жоғары бойына кез келген киім жараса кетеді. Аққұба өңін қара шашы барынша ашатынын қайтерсің. Мүсінді жөндеймін деп те сұлулық салондарына да бармайды. Спортпен де айналыспайды. Құдайы Дариғаны көрік пен ажардан кенде етпеген. Сылаңдап қанша жүрер екенсің, бәрібір жас келе уақыт өз дегенін істейді. Жүзіңді әжім шырмайды. Олықтың қолынан шыққан мүсіндей олпы-солпы боларсың әлі, деп Райкүл өзіне шай құйып алып, аты жөні жоқ ашуын баспаққа кірісті. Ыстық шай ішіндегі белгісіз өртті сөндіре алмай, Райкүл екі дүние күйде, екі ұдай күйде қалды. Дариға сенің неңді алды, деді ішінен бір нәзік үн талмаусырап. Менің қызғанышымды оятқан өзі,
әдемі киініп, сырбаз сөйлеп, елдің алдында құрметке бөленеді. Кәсібінде шырайын алдырып отыр. Сен күйеуіңмен ажырасып, далаға қуғанда кім қамқор болды? Айлар бойы пәтерақыңды кім төлеп тұрды? Ішкі үні енді атойлай бастады. Сұрақпен бастырмалатып, мұны састырмақ. Кез келген уәжге қарсы сөз тауып, шай паулана кету Райкүлге түк емес еді. Құрбы болып неге ажырастың деп сұрағанда жоқпын. Пәтерақыңды төлесе, кейін мені жұмысқа алғанда айлығымнан бөлшектеп ұстап қалады ма? Ажырасқан соң жұмыс таппай сенделіп қалғанда бір сөзге келмей сені сатушы еткені үшін жазғырасың ба? Жүрегіне енді Райкүлдің ақылының аңысын аңдап сұрғақтай сұрақ қойды. Өйткені оның еркек мінезіне мен ғана шыдаймын. Сол үшін мені жұмысқа алды. Райкүлдің ақылы қайтарған бұл жауаптан соң жүрек қайтып дау көтермеді. Ақылды билей алмағанына кейінгідей нәзік үні талып барып біржолата тынды. Бұл кезде Дариға өзінің екінші дүкенін ашумен қамымен қарбаласып жүрген. Жаңа дүкені қаланың қақ ортасында, Байқуатты ауданында орналасқан. Құжат мәселелері бірыңғайлап, дүмін басылғанда барып қарны ашқанын бір-ақ білді. Тапсырыспен тамақ алдырмақ болып, телефонына жармасты. Түскі асын күтіп телміріп ұзақ отырмады. Лезде жетіп келген жігіттен тапсырысын қабылдап тұрып, Дариға аң-таң болды. Мұнша жылдам келуінің себебі тапсырысты қабылдап алған дәмхана тура дүкеннің артындағы көшеде екен. Асыңыз дәмді болсын, деді тамақ тасушы жігіт ізет білдіріп. Рахмет, Алла сіңізге береке берсін, деп Дариға басын сәл иді. Бұның ілтипатына риза болғанын жасырмаған жігіт жүзі күлімдеп, әрі сұлу, әрі сыпайы көршіме жеткізу ақысын төлетпеймін деді. Бұлай мәртік жасай берсеңіз, жалақысыз қалып жүрерсіз, деп жымиған Дариға толық суманы ұсынды. 40 жылда бір мәртік жасасам, онда табысым кемей қоймас, деген жігіт жеткізу ақысын қайтарып берді. Жігіттің ұсынған ақшасын кері қайтарудың ретін таппаған Дариға тағы басын иді. Айтпақшы, атыңыз кім? Деді жігіт кетуге ыңғайланып. Дариға, Заман. Екеуі қол алысты. Дариғаның нәзік саусақтарын сәл қысқан жігіт қош айтысып шыға берді. Өзінің жасы менен кіші тәрізді. Бірақ менің замандастарымның ішінде сүр бойдағы қалды дейсің бе? Деп ойлаған Дариға дәмге шүйлікті. Асқазанындағы аждаханы тояттатып барып, өзге ісін тиянақтамақ. Заман басқа клиенттерінің ас-суларын жеткізіп беріп те Дариғаны ойынан шығара алмады. Ажарлы елге сұқтана қалу бөріктінің заңы емес пе? Бояудан мүлде ада, өңі қандай сүйкімді жылы еді. Адамға салмақпен қарайтын ойлы, отты жанарын жақұт дерсің. Жасандылықтан аулақ болған соң ба, бет-әлбеті тіпті шырайлы. Иығына төмен түскен қара шашы көркін асырып тұр. Оқтай түзу аяғын қадап басқан қалпы қандай әдемі. Жүріс-тұрысында паңдық жоқ, табиғи болмыс бар. Әй, бірақ қалталы кәсіпкер әйел мендей тамақ тасушыға қайырлы бола қоймас. Өзіндей дөкелермен ғана қолтықтасатын шығар. Тіпті күйеуі болуы да ғажап емес, деп бір ойына қарсы келген Заман 4 жігіт бірігіп жалдап тұратын пәтеріне қарай келе жатты. Мен білсем, Дариға әлі тұрмыс құрмаған, жүрегім сезеді. Әрі көркем арудың жүрегі болмауы мүмкін емес. Ол жүректе жылу болмауы мүмкін емес, деген оймен бір бөлмелі аядай пәтердің есігін аша берді. Ас үй жақтан Досан көрінді. Елдің қарнын тойдырып, өзі аш келеді деген оймен саған да тамақ істеп жүрмін, деді айғайға жақын даусымен. Ниетіңе рахмет. Заман жуынып, шайынып, дайын асқа қасығын әзірлеп отыра қалды. Картоп қуыру машығым күннен күнге артып келеді. Сен соны байқайсың ба, деген Досан бір мақтанып қойды. Тұзы аз екен. Тұз салынған кішкентай кесеге қарай созған бұның қолын Досан қағып жіберді. Бұл қант қой, тұз бен қантты шатастыратындай ашықсың ба, әлде ақмақсың ба? Досанның әзіліне езу тартқан Заман тұз бен қантты ажырата алмай қалғанына өзі де күліп жіберді. Ғашықтық дейсің-ау, айтпақшы, бүгін бір қызбен таныстым. Досан құлағын түре қалды. Мен жұмыс істейтін дәмхананың тұсынан дүкен ашыпты. Өзі бай, 4 түлігі сай сылқымде. Досан әңгіменің
көрігін қыздыра түсті. Тапсырыс берушінің мәліметтерінен есімін білген шығарсың. Жоқ, қол алысып таныстық. Досанның қыжыртпасын ұнатпағандай заман ендігі сөзді төтесінен үзді. Көңілі тоқ адамдар семіз келеді. Төңкерілген біреу шығар. Досанның бұл болжамы жоққа шығарған заман қасығына қарап ойланып қалды. Қалайы қасықты көмескі жылтыраған өз бейнесіне қарап заман іштей тәуекел деді. Бай әйел болса айналдырып ал деген Досанның ақылынан құлақ аспаған ол өмірлік махаббатымды бұйыртшы деп жаратушысына кезекті бір рет тілек етіп, ақ таңына апарар ұйқы әлеміне кіріп кетті. Өмірде қолы жетпеген биігіне түскенде жайғасатын, өңінде көре алмаған кереметін елестердің арасында кездестіретін. Әрбір жақсылықтан дәмелі көңілі ала бұртып, бүгінде сондай таңғажайып түстің оқиғасына бар жанымен елтіп жатыр. Қанат бітіп, Алматының аспанында жалғыз өзі қалықтап жүр. Кенет тым биіктен кетіп, төменге қарап еді, шаһар көз жетпес қияда қалып қойған мұнар топ тұр. Аяқ астынан қанатым қырқылса, құлаймын ғой мына биіктен деп қауіптене бергені сол еді. Оң жағынан қанат сусылы естілді. Мойын бұрғанда Дариғаны көрді. Құламайсың, қорықпа, бірге самғаймыз деген әдемі дауыс көк аспанды жаңғырықтырды. Тұла бойы белгісіз бал сезім билеп, қызға қарай ұмсына беріп еді. Қатты шыққан бір дауыстан селк етіп көзін ашты. Тағы да Досан екен. Дарылдай сөйлеп мұны кекеп сылқып мәз.